Сәлем, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай, жақсы естіліп тұр ма? Бүгін бізде бизнес талдау. Бизнес талдаудың сұрақтарын менің телеграм каналыма жібере аласыздар. Телеграм канал. Түсінікті. Мен телеграм каналыма жібере аласыздар. Телеграм каналдың аты Роза Аширбаева. Білетіндер біледі. Жазылып алды, білмейтіндер телеграмға жазылып алыңыздар. Так, что мы делаем? Мы ищем мой телеграм, куда уже поступают ваши заявочки. Всем привет. Жақсы естіліп тұр, да? Жақсы естіліп тұр ма? Так. Окей. Где мой канал? Я его не могу найти. Вот он. Посмотрим, представим. 45 адам заявка берді. 45 адам заявка берді. 45 адамның заявкасын, обычно бір эфирде мен бір 10-15 адамның заявкасын разбор жасап үлгеремін обычно. Вот. Может быть, үлгермегендерді начну уже в телеграме просто голосом что-то отвечать, что-то предлагать идеи. Жалпы, я жерде жазып тұр. Запростарыңызды телеграм каналға жібересіздер. Бизнес талдаудың форматы қандай? Жолдастар, кәсіпкер жолдастар. Бизнес талдауға сіздер менің телеграм каналыма өтіп, өздеріңіздің жасап жатқан жұмысыңыз бойынша маркетингтік, продвижение жасайтын, сондай продвижениедегі болатын проблемаларыңыз жайлы жазуға болады. Сол сіздердің жазған сұраныстарыңызға мен осылай эфирда жауап беремін. Әрине, бизнесіңізді, кәсібіңізді көрмей, білмей жауап беру қиын. Дәл түсем деп айта алмаймын, бірақ та сіздің кәсібіңізге сырттай бір көзқарасымды көрсете алам деп ойлаймын. Пайдалы болсын, кеттік ал. Кеттік, поехали, арайлым. Так. Арайлым 20-да Орал қаласынан хореограф болып жұмыс жасайды, ГОСТа. Женский фитнесті тренермін. TikTok көмектеспейді, кісі аз дейді. Тағы да тойға ұзату қыздар алып шығамын. Запрос, екеуінде қалай клиент жинасам болады. Бұл жерде мен ойлаймын, 20 жастағы Арайлым просто зашивается между этими бизнесами. Яғни сенің ГОСТа өзіңнің бір міндеттерің бар. Одан бөлек жаңағы фитнес-тренер и одан бөлек тағда тойға ұзатуға қыз алып шығатын ансамбль. Көбіне фитнес-тренерлар, 20 жасар фитнес-тренерға клиент жинау қиын. Неге? Өйткені мен комментарий жасайыншы. Телеграмға қалай жазыламыз? Телеграмға Роза Аширбаева деп іздейсіздер. Телеграм Роза Аширбаева деп іздейсіздер. Арайлым жасы 20-да. 20 жасар қызға тренер ретінде жұмыс істеу қиын. Да, понимаете? Өйткені, мысалы, менің жасым 40-та, маған фитнес-тренер керек. Мен фитнес-тренерге өзім бір реально өзіммен жасты, немесе 35, 32-дегі 30-дан асқан қызды алам. Неге? Өйткені мен білем, ол қыз біраз оқыған, оның медицинский образованиясы бар, тағысын тағы, яғни ол более профессиональный за счет своего возраста. Понимаете? Мен соны білем. Сондықтан да фитнес-тренерге мен 20 жасар қызды алмаймын. Ол 20 жасар қыздың фитнес-тренер бола алмауы содан. Арайлым, тебе возраст немножко рановато для этого. Сосын фитнес-тренер дегеннің ол кішкене спортқа, денсаулық мәселесіне включенный болу керек. Одан бөлек сен хореографсың, одан бөлек сенің ансамблің бар. Бұл жерде надо определять, тренерға рановато, опыта мало,
ансамбльді, видимо, конкуренция, я не знаю, но ансамбльдің маркетингімен жақсылап айналысуға болады. Ол жерде жаңағы той жасайтын жаңағы тамада бар, басқа тойханалармен келісім шартқа отыруға болады. Солармен барып келісіп, клиенттеріңізге, мысалы тойханаға, ресторанға, банкетке клиенттер келген кезде осындай бізде биші команда бар деген сияқты, чтобы вас предлагали, и нужно делиться своим гонораром. Есть такой вот момент. Бұл жерде той бойынша продвигация ету, ол той бизнестің ішіне кіріп кету керек. Тамадалармен таныс болу, ведущийлармен, тойханалармен, банкеттің залдармен таныс болу керек. Это важно. Фитнес жүрмейді деп ойлаймын. Вот. Поэтому так. 20 жас очень молодая для фитнеса. Какие-то, если группы вести, маловато, честно. Так, звукты бассам да, телеграмда келіп жатыр бәрібір. Ну ладно. Кажется, мен бұған жауап бердім. Так. Мөлдір 20-да Алматы қаласы студентпін, жұмыс жасаймын, мамандық бойынша қосымша табыс, эстетичный кружкалар, ыдыстар сатам. Қалай клиент жинасам болады? Каспиге салған дұрыс па? Инста, тиктокпен дамытқым келеді. Енді осы уақытқа дейін қалай сатып жүрсің? Мне кажется, ты ничего не продаешь. Қалай сен сатасың? Если осыған дейін инстаң болмаса, тиктогың болмаса, Каспиге салған, конечно, Каспиға тоже надо. Не знаю, мне кажется, ты не продаешь Мөлдір, и просто өтірік айтып тұрған сияқтысың. Дальше поехали. Гүлжайна. 36-да Алматы қаласы, рекламное агентство, распечатка баннеров, название всяких компаний, именно вырезка букв, андай бөлек болып жазылып ілініп тұрады ғой на баннере. Түсіндім. Бұл сферада жалдамалы жұмысшы болып 7 жылдан астам жұмыс жасап жатырмын. Жаңағы әріптерді кесетін аппарат өте қымбат тұрады. Кредит не хочу. Қалай ашқан дұрыс? Ашқаннан кейін жазасыңдар маған. Мен ондай вопростармен не занимаюсь. Я сказала, мен жүріп тұрған бизнес бойынша комментарий берем. Андай ойлап жатырмын да, ашсам соны, кредит ашсам соны қалай болады деп ойлайсыз, соны сосын андай сөйтіп сатқым келеді да, соны не істесем болады деген әңгіме айтпаңдаршы маған. Уже істеп жатқан жұмыстарыңды айтыңдар. Балжан 19-да, 19-да сендер не істеп жатсыңдар? Қаракулова Марал 43-те Инстаграмда бастадым. Математикпін, курс өтпей жатыр. Жұмыс дәптер жасап шықтым. Қалай сату керегін білмей жатырмын. Подписчик қалай көп жинаймын. Онлайн репетитор болғым келеді. Мектепте мұғаліммін дейді. Так, курс өтпей жатса, значит, вы плохо продаете. Қазіргі кезде жалпы продажа бойынша. Давайте вам скажу. Репетиторлар, мысалы, репетиторлардың креативтілігі маңызды. Креативтілігі маңызды. Анау химиядан беретін ағай бар ғой, тиктокта даже өлең айтады ғой химия туралы. Ну, он молодой, конечно, я понимаю, он креативный, молодой. Сізде сөйтіп өлең айтыңыз деп тұрған мәселе емес, Марал ханым. Сізде командаңызға, сіздің қасыңызға SMM жүргізетін, кішкене креативна қарайтын осы мәселеге, жастардың көзқарасымен қарайтындай адам керек командаңызға. Өте көп тикток түсіру керек. Сосын бәрібір математик, мысалы қараңызда, очень странно, бізде көбісі осындай эксперттер, математиктер, химиктер, тағы да осындай мектеп бағдарламасы бойынша репетитор болғысы келетін көптеген эксперттер ойлайды да, мұны мен тикток аштым, мен өзімді репетитор деп жазып қойдым, болды, қазір адамдар келеді деп ойлайды. Так не бывает. Сізге кәдімгі контент стратегия ойластыру керек, және контентті жасау керек. Из эфира в эфир, әр эфирде мен айтам. Сіз егер өте көп контент жасамасаңыз, сіздің тауарыңыз, қызметіңіз, брендіңіз өтпейді. Контент өте көп жасалу керек. Андай емес, бір шабытын келгенде жасау, ондай емес. Ол эксперттік контент. Мысалы, сіз математиксіз ғой да, математикадағы балалардың түсінбейтін, жалпылама түсінбейтін мәселелері бойынша сіз контент өте көп жасауыңыз керек. Күніне 2 рилс немесе 2 тикток шоу керек.
Поймите меня еще раз, онлайнда репетитор болғым келеді, онлайнда курс сатқым келеді, онлайнда бизнесімді дамытқым келеді дегендер, сендер не только онлайн бизнесті ұйымдастырасыңдар, сендер еще отдельно контент-мейкер боласыңдар. Онлайнда қазіргі кезде бизнесті дамыту үшін контент-мейкер болу керек. А это целая команда, считай. Хорошо, басында команда болмаған кезде де хотя бы бір адам контент жасалмаса, сіз онлайн әлемде жоқсыз. Просто инстаграмда парақша бар, ничего не говорит. Онлайн әлемде сіз жоқсыз, егер сіз күніне жоқ дегенде бір материал шығармасаңыз. Бір рилс немесе бір тикток шығарсаңыз, 3, екеу шығарсаңыз 5 сізге. Вот так нужно это понимать. Яғни Марал ханым, сізге прям контент стратегия керек. Распаковка личности нужна, распаковка сізге жалпы онлайнда қалай сіздің характеріңіз, сіз қандай мұғалімсіз, сіз қандай репетиторсыз. Қазіргі кезде мысалы өте көп бір-біріне ұқсайтын эксперттер көп. Тот же самый жаңағыдай арест ашып берем, білмеймін, киім сатам, осындай математикадан репетитор, химиядан репетитор деген сияқты адамдар өте көп. Но как выделиться среди них? Олардың ортасынан атып шығу керек, басқалардан ерекше болу керек. Для этого эксперттің өзі ашылу керек. Смотрите, я вам сейчас скажу очень важную вещь, запомните все. Кейін телеграмға да мен осыны продублирую. Очень важную вещь я вам скажу. Сейчас время личностей. Личностьтің, тұлғалықтың уақыты. Мен осыны 2 жылдан бері айтып келдім сендерге. Тұлғалықтың, тұлға болудың, тұлғалығыңды дамытудың заманы. Қазіргі кезде білесіздер өздеріңіз, искусственный интеллект, чат GPT, автоматизация, роботизация өте қатты дамып жатыр. Сіз қазір өзіңіздің тұлғалығыңызды, ерекшелігіңізді нақты біліп, оны сата білмесеңіз, вы просто серая масса. Вас заменит робот, чат GPT, либо вас просто затоптают очень крутые ваши конкуренты. Крутые, которые работают над личностью, над развитием личности. Сіз қандай экспертсіз? Давайте менің мысалымды айтайын, иә? Менің мысалымды айтайын, сендер бәрін мен не үшін көресіңдер. Мен кәсіпкермін. Мен онлайнда кәсіпті жүргізуді білемін. 6 жылдан бері успешно этим занимаюсь. Помимо этого, мен киноға қызығам. Мен қоғамдағы мәселелерді, әділетсіздік мәселелерін көтерем. Мен жастардың білімді болғанын қалаймын. Сондықтан да мен осы қырларымды аямай ашам. Киноға да түстім, эмоционально отыгрывать етіп, эфирлар жасаймын. Это никак не мешает мне быть предпринимателем в онлайн-сфере. Я предприниматель в онлайн-сфере, понимаете? Түсінесіңдер ма? Но помимо этого, мені басқа қырымнан танитындар да бар. Я максимально раскрываю свою личность. Түсінікті ғой? Сондықтан да жалпы егер айтатын болсақ, Қазақстанда коуч деген сөзді менің атыма қосып, жалпы коуч деген сөздің өзін повсеместно массовый қылған мен. Вы после меня начали узнавать, что такое коуч. После меня начали выходить разные эксперты, которые тоже называют себя коучем. Они всегда были, но массово әлеуметтік желіге танымал еткен мен. Действительно, да? Сол сияқты қазіргі кезде, егер сен көптің бірі кірі болғың келмесе, простите за грубость, сендер өздеріңнің жеке тұлғалығыңды ашу керексіңдер, кәсіпкер ретінде. Ол тек қандай жеке бренд деген нәрсемен бүйтіп жабылып қалмаңдар. Ондай емес, бізде бүйтеді жеке бренд дегеніміз, ол инстаграмды күшті қылып оформить етіп, шапка профиляға жазып қойып, актуальныйға обо мне, жаңағыдай мой путь, бір бәле дегендерді жазу керек дейді. Да, это надо, но это не личный бренд. Это так, это нужно. Бірақ ол личный бренд емес. Личный бренд – это раскрытие всех твоих талантов.
И қазіргі кезде эксперт ретінде, блогер ретінде, онлайндағы кәсіпкер ретінде барынша өзіңіздің барлық қырларыңызды ашу арқылы адамдарды, аудиторияны өзіңізге тартпасаңыз, вы так себе эксперт. Марал ханым и другие мои слушатели, я думаю, что я вам так оптом ответила. Осы мәселе бойынша давайте пообщаемся, сұрақтарың болса. Я пока свой чай подготовлю. Түсінікті. Тұлғалық раскрытие своих личных качеств как человека. Осы мәселе түсінікті болды ма? Қазір, как правильно сказать, қазақша білмеймін, қалай дұрыс айтуға болады. Сейчас эра личностей. Әлеуметтік желіде қазіргі кезде тұлғалықтың эрасы. Мысалы, мен айтып жатырмын, мен 6 жылдан бері блогермін, 6 жылдан бері мен онлайнда курстар сатамын, қызметтер сатамын, біз бастаған кезде, қазақ тілді аудиторияға бастаған кезде, вообще поле было пустое, ешкім болған жоқ. И ол кезде сен не істейсің? Сен просто контентпен шығасың, и сен уже просто номер 1-сің. Басында, осы 2018-де қазақ тілді контент жасадың ба, болды. Сен все, ты все, любимчик, просто сөйлеп шықтың, жазып шықтың, басқа эксперт жоқ, супер. Қазір, простите, конкуренция большая. Эксперттердің бәрі бір-біріне ұқсайды. Примерно одинаковую тему говорят. Все эксперты, неважно в какой сфере, примерно одинаковую тему говорят. Приблизительно одно и то же. Приблизительное количество подписчиков. Қазір подписчиктерде ештеңе бермейді саған. Қазір вообще, қазір өткенде недавно, кстати, было заявление, Инстаграмның басшысы не деп айтты. Қазір количество подписчиков не важно деді. Қазіргі ең важный нәрсе ол охват. Охват, яғни адамдардың сені таңдауы. Сен адамдарға қызық болу керексің, тұлға ретінде қызық болу керексің. Охват қай кезде өседі? Когда люди тебя выбирают. Смотрит твои рилс, сторисы смотрит, реакция береді. Сен адамдарда мынандай эмоция тудырасың. Түсінесің бе? Адамдарда сен эмоция тудырасың. Понимаете? И егерде сен сондай эмоция тудыратын, мен сияқты емес, обязательно мен сияқты емес, әркімнің өзінің эмоция тудыратын адамдары болады. Мысалы, өте спокойно сөйлейтін эксперттер бар, бәрі мен сияқты емес қой. И соларды тыңдағанда құлағы рахаттанатындар бар. Каждый должен работать над собой. Түсінікті ғой? Егер сосын мынандай мәселе, өзі табиғатынан сөйлемейтін адамдар, табиғатынан аз сөйлейтін адамдар раньше вылезали только через посты, текстовые посты. Можно так продвигаться, бірақ көп жазу керек. Көп жазу керек ол үшін. И өз оқырмандарыңызды табасыз тоже. Через того, что сіз тек қана текст жазасыз. Такие тоже есть. Не заставляйте себя говорить, если вы не хотите говорить. Но, конечно, сөйлеп айтқан намного өтімдірек, аудитория жинау тезірек. Өте тез жинайсыз. Клиенттерім өзіме ұқсайды. Мен де клиенттерім, менің аудиториям өзіме ұқсайды. Өзіме ұқсайды, өзім сияқты бәрі жандай саусағын көрсетсең қолды жұлып алатын сондай дерзкий қыздар мен жігіттер менде. Менің аудиториям сондай. Дальше кеттік. Бану 37 жаста, Астана қаласы, iHerb витаминдер онлайн магазин арқылы сатам. Инстаграм бар, айналысқаным 1 жылдан асты. Қазір соңғы 4-5 ай 1 теңгеде тұрып қалып табысым. Қалай көтеруге болады? Өзім дәрігермін. Подписчиктерім көбейіп жатыр, бірақ сатылым 1 деңгейде тұр. Сатылымды қалай көбейтуге болады? Гүлбану қазір iHerb'тан дәрі-дәрмек алу вообще не проблема. Бірақ сіздің дәрігер болғаныңыз жақсы екен. В каком плане? Сөйлеп арқылы сатасыз, сөйлеу арқылы сатасыз, түсіндіру арқылы сатасыз. Көбіне, возможно, сіз даже пайдалы ақпарат бергеннің өзінде сізден көреді да скриншот жасап алады, басқа магазинге барып сатып алу мүмкін. Немесе сіз сразу, допустим, бір контентті айтып атасыз да, бір контентті айтасыз, и оған міне мысалы үшін, білмеймін енді, әлсіздік деген сияқты да, адам қай кезде әлсіздік, анемия туралы айтып атсыз да, допустим.
анемия ретінде, анемия туралы сіз осындай стористерде айтып жатсыз, сіздің оқырмандарыңыз сізді көріп жатыр да. Міне, жолдастар, короче, осындай анемия осындай болатын болса, идите сдайте вот такой анализ, и я вам предлагаю мынаны алуға болады. Если бүгін алсаңыз, то вот так деген сияқты. Здесь нужно часто товар показывать и продавать. Бұл жерде мы отсекаем тот факт, что мысалы сізден көреді да, скриншот жасайды да, басқа арзан жерден алады деген сияқты. А кому-то лень басқа жерден іздеуге. И көпшілік аудиторияға басқа жерден іздеуге ерінеді. Тауарды көп көрсету керек. Товардың қасында өзіңіз болуыңыз керек. Мысалы, сіз врач, который продает товар. Возможно, сіз магазиніңізді даже көрсетпейсіз. Сіз даже история салған кезде, күнделікті өміріңізді, вам нужно стать таким блогером, если хотите, чтобы продажи увеличились. Мысалы үшін, бір жылда сіз просто сатып жүрдіңіз, енді продажа деңгейін көбейткіңіз келіп тұр ғой. Переходите на уровень блогера. Как вы пришли на работу, как вы пришли в свой магазин, да, как вы выбираете домой. Яғни сіз және сіздің дүкеніңіз екеуін жабысып қалған ұғым болу керек. Сол кезде продажи еще и вырастет. Делайте какие-то, не знаю, там много можно пошарить, посмотреть. В принципе, это не проблема. Сатып тастауға болады, вообще ойланбай сатып тастауға болады, сатылымды көбейтуге болады. Ну, прям конкретно отырып контент-план жасау керек, стратегия жасау керек по увеличению продаж, маркетинговую стратегию. Можно сделать такое. Прям отырып, өйткені сіз біріншіден, сіздің плюсыңыз в том, что вы врач, и это классно. Негізі алса сізден алу керек та, Гүлбану, понимаете? Өзі сондай, мысалы, мен алатын болса, мен врачтан барып аламын. Сізге сол жеке брендіңізде соны усилять ету керек. Вот я врач, и я могу продавать. Мен көбірек түсінем, менің консультацияма сенсең, сен аласың деген сияқты. Соны нужно развивать в блоге. Салтанат 30-да консалтинг саласы, бизнеске арналған гранттармен, жеңілдіктер, несиемен айналысам. Онлайн Қазақстан Республикасы бойынша жұмыс жасам, үйде онлайн жұмыс істеп, бизнеспен план жазатын қыздар бар. Запрос. Опай ақсап тұр. Қалай команда құрам? Лид көп, TikTok, Instagram жүргізем. Офиске шығуға қорқып жүрмін. Алматыда аренда 300-ден асады. Бұл жерде былай, либо сен мынтайда онлайнда опай ұстау қиын. Отдел продажға, менеджерам по продажам, им нужно где-то собираться. Они должны понимать, что они продают. Олар бір-бірін көру керек. Лид көп болса, сол лидтің барлығын еру керек. Действительно, мысалы, грант ұтып алуға лид өте көп, кәсіпкерлер өте көп. Поэтому соберите деньги, возьмите в аренду помещение, совсем недорогое возьмите. 3 айға алыңызда опыт жинап, максимально сатыңыз. И раз уж вы сами пишете бизнес-план, дорогая моя Салтанат, сами рассчитайте свой бизнес-план для себя. Өзіңнің қара басыңа бизнес-план расчет жасаш. Мысалыға, сен келесі айда Алматыда офис аласың. Сенің постоянные расходтарың. Это расходы на офис, это заработная плата, это налоги. Осы шығындарды есептейсің де, сөйтті, есепте. Бизнес-план өзің қолыңда тұр ғой, Салтанат, есептеуді білесің өзің. Я надеюсь, что сен білесің. Ты, наверное, не сапожник без сапог, надеюсь. Сөйтіп есепте. Значит, менің бір айлық табысым мынанша болу керек деген планды қоясың да, ақша жинайсың да, шығасың да, тәуекел деп шығасың да, істеп кетесің. Ты либо этот шаг делаешь, либо не делаешь. Просто так в тупую шығып кетуге болмайды. Понимаешь, Салтанат? В тупую шығып кетуге болмайды. Есепте. Ты же умеешь бизнес-планы считать? Постоянный расходтарың: офис, налоги, заработная плата. Қазіргі кезде зарплатаны каспиге беруге болмайды. Зарплатаны кәдімгі заңды түрде төлеу керек. Налогтармен, басқасымен. Надо учитывать такие расходы тоже. Хочешь расти, надо чуть-чуть вложиться. Кішкене, не то чтобы рисковать. Рисковать надо с расчетом. Рисковать етуге болады, бірақ только тупой рискует без расчета. Только тупой это делает. Но ты же не тупая, ты же бизнес-планы пишешь. Напиши бизнес-план для себя. Потому что ОП просто так отырмайды. Так, өскеменнен Гаухар.
товар для дома сатам, аренда помещения бар, бірақ қазір тиімсіз болып барады офлайн сату. Магазин жауап Каспий магазинге ауысқан тиімді ма, немесе офлайн сата берген дұрыс па? Инста, тикток бәріне жұмыс жасап, немесе адамдарды қалай қызықтырып бастауға болады? Ссылкасын жіберіпті. Но у меня на планшете не установлен. О боже. Так, я тебе сразу скажу, у тебя магазин неправильно называется. Он называется «Тысячи мелочей». Неше пост құдай ау? 472 публикация. Ыдыс, бытовая техника, Қазақстанның флагы, үтік, лимон сығатын. Но не құдай ау, дозатор дейді. Менің білуімше Өскеменде аренда қымбат емес. Менің білуімше. Жить можно. И Каспиде продавать можно, и в магазине продавать можно. Просто магазинның концепциясы дұрыс емес. Он называется у тебя «Тысячи мелочей». Назови товары для дома. Білмеймін. Как-то веди красиво. Анау қараңғы жерде қисық-қисық, жарысы көрінбейтін. Шайнек үтіктерді сағасында жарысы көрінбейді. Не мынау? Ну что за позорно? Үтікті непонятно. Что? Анау майысқан кружканың, майысқан коробканың үстіне салып қойған. Не знаю. Вот коробкасы бүйтіп жыртылып тұр да, соның үстіне үтікті қойып суретке түсіре салғасын. Мысалы, мынау бөтелкенің ішіндегі вот этот вот блендер. Оны бүйтіп суретпен көрсетпейсің ғой. Сен оны тиктокқа видеосын саласың ғой, ішіне бүйтіп фруктыларды салып, ішінде бүйтіп езіп атқан. Ну, с понедельника по воскресенье. Гаухар, вроде 22-десің, а работа как будто тебе 50. Жасың 50-де сияқты ше, Гаухар. Андай болады ғой, тәтелер болады ғой. Қолдарына еді телефонды алып, бүйтіп, қызым мынаны қалай басады, мынаны басқан кезде мына жерде, ой, мына жерде не болып кетті, видео түсіріп жатыр ма дейтін, сондай 50-дегі тәтелер болады ғой, сондай ше. Сондай жұмыс ғой. Жасың 22-де ма, Гаухар? Вот это что за фотки такие? Это что вообще? Это что за позор? И почему твой магазин называется «Тысячи мелочей», когда ты конкретно продаешь товары для дома? Вот. Это что за Инстаграм такой? Гаухар, жасың 22-де ма, 72-де ма, скажи мне. Это что вообще? Где-то в углу, в темноте түсірген ғой. Сәл қарасай, басқалар товары для дома адамдар сатып атқандардың суреттеріне қарасай, сорлау, кім, Гаухар? С таким ты еще хочешь зарабатывать деньги? Никто у тебя не купит. Кішкене бүйтіңдерші, пожалуйста, товар сататындар, кішкене көздеріңді ашыңдаршы. Мысалы, красивая картинка, кому она не нужна? Она не нужна оптовикам. Мына кәсіпкерлердің ішінде өзі бөлінеді да. Оптовиктер болады, базарда тұратын ше, қырған контейнерлері бар. Вот оларға красивая картинка не нужна. Олардың товарлары өтіп тұр. Вообще проблем жоқ оларда. Бүкіл кәсіпкерлер келіп оптовиктерден келіп алып кетеді. Любой товарды алып кетеді. Олар даже до того, у них обороты большие, контейнердің ішіне товарлары жылдап тұрып қалатындар бар. Ұмытып кетеді, сол бір контейнер товар алғандан ұмытып кететіндер болады, сондай оптовиктер болады да. Вот им красивая картинка вообще не нужна. Оларға просто жақсы бухгалтерия керек. Понимаете, бухгалтерия там склад реттейтін адам керек болды. Сен оптым бір жерден алып сатып отқан адамсың ғой. Конечно, сен картинкамен сатасың, Гаухар. Эльдана, ой, білмеймін, кеңес айтпаймын мен. Так. Тойбастарға шкатулка жасап жатқан еді. Кім жасап жатыр? Өздеріңнен жазыңдаршы. Бейнеу.
балауса деген бейнеуден 15 жасар қыз. Кірпік жасаймын, маникюр педикюр салонда жасаймын, клиент өте аз. Кірпік жасауға балауса Инстаграм жүргізу керек. Сенің клиенттерің бәрі Инстаграмда отырады. Так, немен айналысқан дұрыс білмеймін. Кірпікті продавай через Инстаграм. Так. Ана процесс работы көрсетесің, да? До-после көрсетесің. Сөйтіп жатасың. Жасым 27-те Жанар, қазақ тілі репетиторларға айттым жаңа. Так, 19-да Алматы қаласы, МВ. МВ дұрыс сатамай жүрмін дейді. МВ дұрыс сатамай жүрсең, не знаю, честно. Там у вас должны быть какие-то тренинги по продажам. Соларға қатыссайшы, кім атын кім еді, ақерке. Қатыссайшы. Сондайларға қатыссай. Сосын өздерің білесіңдер, сетевой қалай сатылатын. Сетевойдың өзінің, особенно сетевойдағы жаңағы товары для красоты, товары для дома, вот это все. Барлығы демонстрациямен сатылады. Сол Таппер, МВ, тағы неді, Цептр, барлығы демонстрациямен сатылады. Әдемі болып киініп аласың, күшті болып киініп аласың. Сөйтіп өзіңнің тауарларыңды демонстрация жасайсың. Білмеймін, офиста болса офиста, үйіңе болса үйіңе шақыр, көрсету арқылы, білмеймін, что. Мысалы, егер біз МВ брендін алатын болсақ, МВ-де әртүрлі тауарлар бар. Для дома, для красоты, декор бар, басқа бар. И өзің үшін бірінші сатып бастаған кезде бір саланы таңдауға болады да. Бір саланы, например, только косметика таңдауға болады. Понимаете? Только косметика, декор, күшті бояну, бірдеңе. И білмеймін, сол туралы соны сториста көрсету арқылы, только косметиканы көрсету арқылы, жалпы бір жаңағы компания тауарын сатқан кезде бір сферадан кіресің да, и қалған нәрсені сатып жібересің. Выбери для себя, өзің үшін қайсысы ыңғайлы. Или үйде тазалық жүргізу ма. Да? Очень классно, когда ты такие товары продаешь через свой основной блог. Егерде сен, мысалға, сен организатор пространствасын, мысал үшін. Организатор пространства болатын болсаң, саған осындай товары для дома, МВ-дегі товары для дома, соны көрсетіп, демонстрация жасап, и организация пространства жасайсың, и плюс сетевой жасайсың деген сияқты. Солай сату арқылы можно. Только товарды сатып алу, қазір көбісіне қызық емес, надо демонстрировать, показывать через личный опыт. Вот так надо работать. Қарағандыдан Марал, салоным бар дейді, Polaroid. Ішіне бақматтар барлығын қостым, бірақ бір орында тұр. Reels TikTok аштым, салып жатырмын, ашқама 9 ай болды, запрос табыс көбейді. Подожди, не ол Polaroid? Polaroid фотораспечатка деген не? Не ол Polaroid фотораспечатка деген? Кім біледі? Анау не ма? Бұрынғыдағыдай ескі фотоаппараттардың несі ма? Соның фотораспечаткасы ма? Кто знает? Polaroid фотораспечатка. Давайте погуглим. Фотосалон. Бір Инстаграм шықты, осы құдай біледі, сенікі ау. Қарағанды дейді. Өтпейді нау, қойшы, кім? Атың кім еді? Ұмытып қалдым атыңды. Не үшін керек, мен түсінбеймін оны. Это для чего? Андай, это очень такая узкая ниша. Сен бұл жерде көп таппайсың. Так, атың кім еді? Қайда кетті? Polaroid жасаған. Марал.
очень узкая ниша, она практически никому не нужна. Практически. Это каким-то надо быть супер романтиком, чтобы ойбай осындай сурет керек деген сияқты. Мысалы, өзің фотограф болып, основной жұмысың фотограф болып, как дополнительный бизнес ретінде болса, окей, но основной бизнес ретінде бұл бизнес жүрмейді, там больших денег нету, сразу вам говорю. Дальше. Простите за грубость, но я считаю так. Особенно Караганда, это маленький город. Ну как маленький? Не маленький это город, но в целом... Дальше. Еркежан. Опять-таки, клубника. Осы клубника туралы миллион рет айттым. Клубникада, жандарым, это тоже рынок ограниченный. Ол жерде супер қазір резко неғып кетем деген сияқты не жоқ. Ат кетем, қазір бұдан да көп болады деген нәрсе жоқ. Конкуренция большая, именно клубника рыногында. Финигі бар, басқа бар, конкуренция большая. Әр өзінің бренді определенный, допустим, біреу миллион табады айына, біреу миллион жарым табады. Мен жақсы кәсіпкерді білем, айына стабильно 5 миллион шығаратындық білем. Стабильно 5 миллион шығарады. Бұл жерде бірнеше условия бар. Біріншіден дәмі. Екіншіден, естественно, это всегда креатив, это какой-то вот бір әдемі подача, неге қарай креатив, әлгі праздниктерге қарай прогревать ету. Бұл жерде постоянный маркетинг жасап тұру керек. И, скорее всего, доход плюс-минус постоянно бірдей болады. Потому что әркімнің өзінің сүйікті бренді бар. Мысалы, менің өзім сүйікті брендім бар, мен басқа ешкімнен алмаймын. Мен тек Жансайгадан алам болды, басқа ешкімнен алмаймын, потому что я не верю. У других я пробовала, тістеп қалсаң, ана шоколада тісіңе жабысып, клубникасы андай машалка. Ащы машалка клубникасы ше. Сыртындағы клубникасы, андай сыртындағы шоколады бүйтіп ана қолыңа жабыса береді. Андай түрі страшный, цветі страшный көп. Маған қырғын береді ғой. Маған блогер ретінде клубнику в шоколаде дарит очень много. И я еще не видела, вот, достойных не видела, кроме как у Жансайдан. Мен Жансайдан өзім де сатып аламын, Жансайдан я еще в подарок отправляю кому-то. Вот бывает, кешке қарай кино көрген кезде, шай ішкім келген кезде я заказываю, бір сағаттың ішінде сіз жібереді, да? Качество говорит сам по себе. Маған келеді, сыйлыққа келеді. Честно, мен сізге айтайын. Честно айтайын. Мен мысалы офиста отырмын, ресепшнға келіп тастап кетеді. Өте көп оқырмандарым жібереді. Енді әртүрлі брендтер, қаланы білмейтіндер бар, мысалы басқа қаладан оқырмандарым жібереді ғой. Рахметімді айтам, в ответ рахметімді айтам, но мен жемеймін. Сол ресепшндағы қыздар қызығын көреді. Неге? Потому что, простите, большинство клубники в шоколаде это машалка. Машалка мындай тас ішше, істеген кезде огурцы сияқты ғырт дейді да, еще ащы онысы ше. Очень важно качество шоколада. Прям шоколад должен быть такой не липкий, такой хрустящий, да, который шоколад. Короче, там свои условия есть. Хочешь, чтобы было много клиентов, делай из хорошего, из хороших продуктов. Бір жеген кезде есінен там қалатындай болу керек қой. Болды, бұдан кейін мен басқасын жемеймін деген сияқты. А таких представителей очень мало. Көбіне сендер клубника в шоколаде сататындар, сендер только на один раз продаете. А ты можешь сделать так, чтобы у тебя были постоянные клиенты, которые заказывают для себя, не только в подарок, но и для себя. Вот, бұл жерде сен тек немен аласың? Если табысыңның өскенін қаласаң, жақсы тауармен аласың. Сапалы, күшті тауар. Рекламасыз өзі қайтып келе беретін. Вот выдерживайте конкуренцию именно вот так вот. Түркістаннан. Бірақ Петропавлда жүр дейді. Домашний полуфабрикат. Жаным, өзі 24-те. Өзі Түркістаннан. Самса өзі Түркістаннан, бірақ Петропавлда тұрады. Самсушки классные, баурсаки тоже классные. Супер. 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 Местный блогерлардан реклама ал. Не деймін саған. Да, очень вкусно выглядит, просто красота.
бұл жерде өте көп коллаборация жасауға болады блогерлармен и әртүрлі магазиндерге қой тауарыңды, магазиндер, чтобы и упаковкаңда жақсы болу керек. Мына жерде мысалы үшін просто пакет с наклеечкой. Ну, я понимаю, ты экономишь, да, на упаковке, правильно делаешь, негізінде ше. Вот, я тебе предлагаю өз тауарыңды магазиндерге ұсын, магазиндерде тұратын қылып. И мысалы қазір мен қарап отырмын, сенде сторис жоқ. Сторис болу керек күнде. Товарды жасап атқан мүмкін процесс, как вы готовите. Мысалы мына жерде ойбай, очень вкусно, халал, натурально деп атсың ғой, қалай ет алып атқаныңды, қалай жасап атқандарыңды цехта, жаңағыдай. Вот это все надо показывать. Қай кезде сен сенімді түрде полуфабрикат аласың. Ол полуфабрикатты кім жасап жатыр, қалай жасап жатыр и қандай условияда жасап жатыр. Сен соны көрген кезде все, сен 100% сенесің де сен ала бересің. Мысалы мен сондаймын. Егер сондай цехты көрсетсе, цехтағы адамдар шаштары жиналған, орамалда, спецодеждада, тап-таза кухняда жасап жатса, қымбат болса да мен сояқтан аламын. Потому что я вижу кухню, да. У тебя есть готовая продукция, у тебя уже на странице есть замороженная продукция, но теперь давай сторителлинг пен сатасың. Шаира. Айтасың, мен Шаира, Түркістаннан, Түркістанның қызымын, вот. Бала кезімде мамам маған қамыр жаюды үйреткен. Самсаны бізде Түркістанда өте қатты жақсы көреді. Бірақ мен Петропавлға көшіп келгелі, өзімнің достарыма, таныстарыма, көршілеріме самсаны жасап берген кезде олар құлады. Оларға сондай ұнайды. Самсаны шайға, қонаққа алсаңыздар болады деген сияқты сондай айтып, жаңағыдай өзінің сторителлингің арқылы сатасың. Мен Түркістанның қызы Петропавлға келгенде осылай сосын мындай историялар айтып бересің ғой. Менің көршім Петропавлға келген кезде мен өзімді өте қатты жалғыз сезіндім. Көршілермен мен сөйлеспеді. Содан бір күні мамам үйреткен самсаны жасап көршіме апарып бердім. Сәлеметсіз бе деп, наурызда деп сондай бірдеңе. Содан бері біз күшті араласамыз деген сияқты. Блядь, Шаира, придумывай, өзінің басындағы өткен әңгімелеріңді айтып бересің. Қалай сен Түркістанның қызы Петропавлға барып, самса сатып, бизнес ашқаның туралы айтасың. Сөйтіп сатасың, түсіндің бе? Алина, дәрігер. Тема. Заказ қалай көбейтуге болады? Алина, өзің дәрігерсің, еще ПП. Классная коллаба. Дәрігер правильный питаниені қалай жасау керек екен дәрігер біледі. Алина, ты должна сейчас рвать рынок. Я врач, мне 24 года. Всю жизнь я думала о том. У меня была мечта, почему я поступила на медицинское. У меня была мечта, чтобы никто не болел. Много изучая, много понимая. Да, мы, врачи, умеем лечить уже возникшую проблему. Но я знаю, когда вы правильно питаетесь, можно не болеть. Можно через еду корректировать ваше здоровье. Поправляться или худеть деген сияқты. Әңгіме айтасың. Алина, все через сторителлинг. Прокачиваешь себя и свой бренд. Классно продает. Мөлдір 35-те Қостанайдан компьютерный вышивкамен айналысам. Круто. Тігін машиналарым бар. Аренда қарастырудамын. Запрос компьютерный вышивка узкий ниша сияқты. Конкуренттер жетет. Өрнектелген киімдер тігіп сатып көргім келеді. Этносдегі молодежный киімдер трендке айналады ма? Қуасың ба? Сен кім? Атың кім еді? Мөлдір. Это и так тренд. Ты что, ты в тренде? У нас компанияда найымда сменный графикпен жұмыс жасаймын, 2 күн сайын демалысым бар. Блин, ну-ка посмотрим твой инстаграм. Ну ты делаешь то же самое, что и все. Ну компьютерная вышивка это круто. Мен ойлаймын просто необычный дизайн жаса. Ой, как красиво, слушай. Түф. Қостанай бәрі андай орысшасыңдар ғой сендер ше. Ты что, больше, кроме как полотенец, ничего не делаешь, что ли? Этноға өт давай. Подожди. Ой, кетші. Ашпай қалды оны бәле.
Короче, мөлдір қостанайды давай шулатсайшы сен. Компьютерный вышивкамен жақсы, өте сапалы этностильдегі киімдер. Вообще увеличивай мөлдір свое, как сказать, насмотренность. Яғни көрнекі тауар сататындар, жалпы любой тауар сататын адам өзінің насмотренностін дамыту керек. Саған дизайнерлердің парақшасына жазылу керек. Осындай тауар сататындардың парақшасына жазылу керек. Қазір топ болып отқанда топовый киімдердің парақшасына жазылу керек. Қазір мысалда ең күшті болып отқандар кімдер? По простой одежде. Это, естественно, Казах Репаблик қазір жыртып жатыр. Они уже несколько лет уже. И екінші қазір шыққан бренд маған өте қатты ұнайды. Басқа wear, ограниченный дроп шығарады. Вот они вот. Я все время не успеваю. Ведь это басқа деген бренд ограниченный коллекция киім шығарады. Ограниченный худи, футболка, болды, с худимен футболка, кепка сосын болды. Ограниченный дизайнда шығарады да. Сөйтеді соны патырлап сатып жібереді. Сосын сен оны таппайсың, ол болды енді қайталанбайды. То есть эксклюзивно жасайды. Вообще их концепция мне очень нравится. Сол сияқты кім мөлдір ищи, вдохновляйся разными вариантами, бери для себя то, что подходит. Мақпал Астанадан, журналист. Спонсор таба алмайтын дейді, это твои проблемы, я такие проблемы не решаю. Шолпан 31-де, қандай кәсіп жақсы білмеймін дейді. Жасым 27-те, Аяжан, Жаңаөзеннен. Аяжан, бұрынғы эфирларымды көрші, осы именно Жаңаөзенде, Құлсарда, Атырауда торт мәселесі туралы өте көп консультация бергем. Алтынай, 25-те, Шымкенттен. Ростовые куклы, аниматор костюмдер. Алтынай, смотри, вот ты пишешь, что сенде ростовые куклы, аниматор костюмдері бар дейсің, да? И сенікі басқа арзан тауарға қарағанда қымбат, яғни сапалы деп жатсың. Соответственно, қара. Мысалы, сол аниматордың киімдері, да, неше түрлі костюмдер арзаны бар и қымбаты бар. Сенікі екі есе қымбат. Сен арзандардыкіндей реклама жасамау керексің. Когда вы продаете более премиальный товар, более дорогой, более сапалы тауар сатқан кезде, оның рекламасы бөлек болады. Мысалы, жаңағыдай, даже если мы берем бір ғана ниша, аниматордың киімі, костюмдер мен киімдер. Есть дешевые, есть дорогие. Дорогие берут для классных фотосессий. Өзі қымбат тауарды таңдайтын клиенттер болады. Саған жарнаманың өзін сол қымбат клиенттер көретіндей етіп жасау керек. Понимаешь, көретіндей, между собой айтатындай. Это другая подача. Арзан тауардың маркетингі бөлек, қымбат тауардың маркетингі бөлек. Сен арзандардыкіндей қылып өз тауарыңды предлагать ете алмайсың. Потому что, смотри, сенің маркетинг, мысалы, арзан тауар сататын жаңағыдай сенің конкуренттерің, олар өздерінің рекламасын істейді, клиенттерін алып жатыр. Сенікі қымбат тауар. И сен солардыкіндей реклама жасау арқылы өзіңе мыналардың клиенттерін әкеп жатсың да, олар саған келеді, қойшы, қымбат қой, сенікі құршы бар, есің дұрыс па дейді, кетіп қалады олар. И ты чувствуешь себя оскорбленным. Блядь, пиздец, мен өтпейтін сияқты, неге адамдар түсінбейді, негізі қымбат сапасы деген күшті ғой, адамдар түсінбейді деген драмаға кетіп қаласың да. А твоя ошибка в том, что сенің маркетинговый стратегияң направлен на дешманов, арзанға жүгіретіндерге. Маркетинг должен быть выстроен для тех, кто ценит качество. Түсінің ба? Подумай над маркетингом. Так, Балнұр, Түркістан облысы Созақ. Не жатасың, не деген ұзын әңгіме мынау? Ашқым келеді деген әңгіме маған керек емес. Орал, репетитор, математика бойынша айттым. Дидар, 33. Балалар ойын орталығын аштым. Жақын жерде балалар ойнайтын жер жоқ, қалаға барамыз. 30 минут 800 теңге. Срочно тренировка 800. Бәйдібек би ауылы 15 мың адам.
Интересный кейс. 15 мың адамдық ауылда игровой центр ашады Дидара. 30 минуты 800 теңге. Слушай, мне кажется, қымбаттау. Безлимит 2800. Ну, безлимит норм. Күнде клиент бар, средний чек 8 мың, высокий 50 мың. Мынандай да, қараш, ауылда ше, Дидара. Тем более 15 мың адамдық ауылда. Ата-аналар средний доход есепте. Әр ауыл, средний ауыл тұрғынының доходын есепте. Он может оплачивать тебе... Бұл жерде больдан шығу керек. Больдан. 50 мың көп емес. 15 мың адамның қалтасынан 50 мың шығару көп емес. Бірақ ауыл қалай өмір сүреді? Ауыл айлыққа өмір сүреді. Айдың басында айлық пенсия сондай түскен кезде, сол кезде бала шағасын әкеледі, поэтому, скорее всего, у тебя сол кезде 50 мың болады. А ты хочешь күнде 50 мың. Надо бұл жерде, Дидара, саған бүйту керек. Саған надо изучать поведение, поведенческую психологию ауыл тұрғында сен жаңа мамалар алып келеді, папалар, мамалар балаларын алып келген кезде сен солармен сөйлес. Так, не үшін келдің? Почему вы выбрали игровую площадку? Не себепті бүгін осыны таңдадыңыздар? Деген сияқты сен сұра. Сен біл, ауылда ата-аналар ақша төлеп неге игровойға балаларын алып келеді. Былай қарап отырсаң, ауылда ата-аналар не істейді? Есіктің алдына балалар жатыр, бар, ойнап кел, бар. Ертең күн жылынбайды, тем более, бар, ойнап кел далаға, бар, қуып жібереді. Да, так дешевле, на самом деле, когда они бесплатно играются. А тут надо детей развлекать платно. Почему родители делают такой выбор? Пойми этот вопрос, и, соответственно, соған қарай сенде целевой аудиторияны шақыруға, у тебя же цель конкретная, 50 мың табу, күніне 50 мың табу. Цель конкретная. И сол триггерлер арқылы реклама жасайсың ғой. Өзің клиенттердің саған айтып береді, не үшін әкелетіндердің балаларын. Также еще можно коллаборацию сделать, не знаю, ауылда ондай бар ма, жоқ па. Ауылда коллаборация деген нәрсе түсінбейді, ол өздерің 15 мың болсаңдар. Поизучай, интересный кейс. Но средний табыс ауылда все-таки аз ғой. Баланың просто ойынына ақша беруге ата-аналар қимайды деп ойлаймын мен. Только сондай по праздникам бір бәле болмаса. Аяжан 28 жас, Шымкент, Bubble Tea. Ашуға бола ма деген білмеймін. Амангүл. Амангүлде 1000 мелочей магазин бар екен. Шолақ қорғанда. Қалай клиент көп жинауға болады? WhatsApp группа аштым, тез скидка жасап тұрам, ред рассрочка қостым. Тағы қандай идея айтасыз? Тауармен қызықтыр. Амангүл. 1000 мелочей да? Сен бітесің. Мен бұрын 1000 мелочейда істегем да. Сен бітесің. Өзіңдегі тауарлардың бәрін опис жасайсың ғой. Вообще отследи, сделай аналитику. Қайсы товар көбірек өтеді. И ол көбіне қайда қолданылады. Мысалы, Шолақ қорған ауылы, ол қандай ауыл екенін білмеймін да. Өзі әр ауылда өзі спрос болып тұрады. Мысалы, қалай десем болады? 1000 мелочейға. Допустим, сендердің ауылдарында жаңа үйлер соғылып атса, жаңа жастар көшіп келіп, бурное строительство болса, значит, строительный заттарға спрос болады. Ауылдың өзінің настроениесіне қарап отырасың ғой. Ауылда не болып жатыр, қандай ситуация болып жатыр. Соған қарай тауар әкелесің. И люди будут искать у тебя конкретно. Бұл жерде көп, яғни ауылда қандай события болып жатыр, жалпы қандай не болып жатыр, жаңа строительство бар ма, что происходит. Яғни ауылдың саясатын қарайсың. Бірінші. Екінші, сен қазіргі трендовый товарларды қоссаң болады. Қытайдан келіп жатыр ғой, тонна болады, неше түрлі. Сондайларды қоссаң болады.
Үшінші Амангүл. Не істеуге болады еще? Вообще, бұл жерде 1000 мелочейдің бірден бір мәселесі, во-первых, сендерге клиент по-любому келеді, біріншіден. Екіншіден, просто клиентке керек кезде тауар ұсыну. Не нәрсеге керек кезде. Сен сол ауылдағы тенденцияны түсіну керексің да, адамдарда спрос не нәрсеге. И сол сұраған нәрсесіне қасына еще қосып беретіндей. Қасына тағы не керек болып қалуы мүмкін. Ауылда қазір не болып жатыр. То есть это вот так надо отслеживать. Я раньше, когда работала, это вот супер, сол күшті не істейтін еді да. То есть бұл сезон мен сондай ауылдағы 1000 мелочейда жұмыс істеген кезде как раз акимат бірнеше дом жастарға беріп атты. Ескі үйлерді ремонттап, жастарға, пенсионерлерге домды беріп атты. Соответственно, бір 2-3 домды іске қосып атты ауылда. Ой, ремонттың заттары, линолеумдар, клей, жаңағыдай, обой. Сондай квартираға керек майда шүйде қатты өтетін сол кезде. Тез-тезіне қатын, арзан раковина, арзан унитаз деген сияқты нәрселер да. Сол сияқты ауылда не болып жатыр, соған қарай тауар әкелуге тырысу керек. Мен айтатын басқа идеям жоқ. Так, семейный бизнес, мясо, баранина. Мама с папой оптовики, я как помощница, хочу развить бизнес родителей. Арай, проблема жоқ қой ет сатудан, тем более баранина сатудан. И оптовиктерге, жаңа айтқандай, арай, дорогая моя, оптовиктерге контент керек емес, у них мясо и так продается, проблема жоқ. Хочешь зарабатывать больше, просто везешь больше мяса, болды. Оптовиктерге маркетинг керек емес. Единственный маркетинг у вас это договориться, например, с ресторанами, с поставщиками, с теми, кто... в основном мен сенен клиенттерің ресторан ғой, шашлычныйлар, мысалы сол менюында қой еті бар ресторандардың барлығы сенің клиенттерің. Просто идешь, предлагаешь цену, все. Сендерге Инстаграм, ТикТок, бір бәле керек емес. Если хочешь концепцию, как у Нұрбол Бекботанікі, да, мысалы үшін, оның концепциясында не кіреді? Ол табысын көбейту үшін, ол өзінің мясной магазинінің қасына еще плюс бірнеше сидячий орындар қойып қойған, плюс ол еще полуфабрикат жасайды. Ол просто вот формат Бекбота ет, посмотрите. Он классно сделал. Ол Түркиядағы форматты алып келді бізге, Қазақстанға. Қасапшы етті сол жерде сатып тұрып, дәл қасында сол жерде қуырып жіберіп, саған грильға соны қуырып жіберіп, стейк жасап жібереді. Сен сол жерде отыра қалыпсың, только етпен кола ішесің де мәз болып, соны и шикет сатып аласың, и жеп алып сол жерден кетесің. Понимаешь? Бұл жерде кім арай? Әке-шешеңе көмектескің келсе, надо спрашивать, это не твой бизнес, біріншіден. Әке-шешеңе сен әртүрлі идея айтуы мүмкін. Они скажут, арай, миымызды ашпаш, біз өстіп үйренгенбіз. Міне күнде мынанша бас мал сатамыз, бізге норм деуі мүмкін. Но если ты хочешь развиваться, то нужно смотреть разные концепции. Разные концепции надо смотреть. Оптовиктерге реклама керек емес. Айдана, онлайн-магазин головных уборов, соломенные шляпы, кепки. Өтеді ғой жазда. Блогерлармен коллаборация істеуге болады. Сосын өзің күнде неше түрлісін киіп көр, мынандай. Андай тиктокта түсесің ғой, Айдана. Деген кезде басқа шляпа, деген кезде басқа шляпа, деген кезде басқа шляпа. Сол бір нәрсе. Сосын актуальныйға, пожалуйста, сақтап қойшы, бастың размерін өлшеу деген ше, мынандай. Например, мен қазан баспын. Мне очень сложно выбирать головной убор. Очень сложно. Шапка болсын, кепка болсын, шляпа болсын, маған дұрыс келмейді. Мен шляпа кисем, басым төбесінде қалып кетеді. Любой шляпа. Мына жерде қалып кетеді. Ол панама кисем де тұрмайды менің басыма. Басым дәу кәдімгідей ше. И мен мысалы онлайнда заказ бере алмаймын. Өзі сондай аққу қыздар болады ғой, бастарындай. Аққу өздері бастарында кісқандай. Любой ашки кете береді олардың бетіне. Любой басына қандай кепка кисе де, шляпа кисе де бүйтіп, қасықтай болып тұра алатын бастар болады. Мысалы, менде ондай емес. Я поэтому не пользователь таких магазинов. Мен онлайнда аламаймын ондай заттар. Мен қазан баспын. Я ищу какие-то интересные вещи в мужских магазинах. А мужики соломенные шляпы, например, не носят. Например. Мен мужской магазиннен кеп қалам. Чтобы жазда кию үшін.
Поэтому, если хочешь, я думаю, что это хорошо продает, жазда фотосессияларға, отпусктерге алып кетеді деп ойлаймын. Через блогеров аэстетик видеолар, фотолар жасайсың, сен сонымен сатасың. И обязательно размер головы, мындай деген сияқты размерный ряд жазып отқан жақсы. Так. Арай әке-шешесімен бірге ет атам дейді, сосын косметика дейді. Так. Жаңа. 15-тегі балалар сендердің сұрақтарыңа жауап бермей қойыш, мақма. Бұл жерде серьезный көкелер мен тәтелер жұмыс істеп жатыр. Так. Детский киім. Білмеймін, детский киім өте ма? Жұлдыздар, детский киім өте ма негізі? Өзім балаларыма детский киім алмағаннан кейін маған как будто өтпейтін сияқты. Білмеймін, кешірім өтінемін. Өте ма негізі детский киім? Ашпайды жіберген ссылкам кім? Айгенже, прости. Не дейсің енді, 4 жасқа келмейді болса, онда инстаграм арқылы. Мен инстаграмыңды көріп бірдеңе айта қойын десем, ашпайды мына бүйтіп жіберген. Произошла ошибка дейді. Прости, ничего не могу ответить. Міне астында айтпақшы, міне Айкенжеге Анипа жауап беріпті. Молодцы. Негізі сол телеграмдағы чатта бір-бірлеріне жауап беріп, бір-бірлеріне қолдау көрсетіп жатқандар бар. Я очень рада, что такое сообщество создалось. Реально. Егер мен жауап бермесем, басқалар бір-бірлеріне жауап беріп, көмектесіп жүріңдер. Гүлмерей. Гүлмерей Ақтөбеден. Краски для стен и потолков премиального качества. Как раскачать бренд, увеличить продажи? Бұл жерде Гүлмерей саған дизайнер интерьерлармен дос болу керек. Инстаграмға цветтерді көрсету керек. До и после. Клиенттеріңмен, Гүлмерей, сен клиенттердің артынан қалмасай. Бір өзі болады ғой, клиенттерін өзі примерно білесің. Мысалы келеді, сондай сатқан кезде жаңағыдай жақсы, сондай модный ремонт жасап жатқан клиенттеріңмен сондайларға жақсы скидка берді, предложение жаса, сөйтті. Айт, сіздің ремонтыңызда осыны бояған кезде до и после көрсем бола ма, сол суретке түсірсем бола ма деп келіс. Сөйтіп инстаграмға соларды шығарасын, дизайнерлермен дос боласың, дизайнер интерьерлармен. Они предлагают, мысалы, мен дизайн интерьера жасаған кезде менің дизайнерім өзінің таныстарын, брендтерін маған ұсынады. И мен өзі жұмыс істеп жүрген таныстардың сөйтіп ұсынғаннан кейін мен де сенімдімін да, все, мен дизайнерім маған ұсынып жатыр деймін да, мен вообще вопросов не возникает. Тура сол сияқты, это вот основные виды продвижения. Асия 37-те декреттік демалыста. Қайтеміз енді. Так. Құрт өнімдері. Құрт өнімдері. Оптымға шықсай сен. Мысалы, сен Түркістандасың. Түркістанда құрттан проблема жоқ. Сол біздегі Түркістан облысы, Оңтүстік Қазақстан облысы, орта сендерді бізде құрттан проблема жоқ та. Сен құрттары жоқ региондарға оптым жіберсейші, оптовик бол жайлап. Сосын сапа, конечно же, сапа. Өзім Өскеменнің құртын аңсап жүрмін. Ана Багратионнан құрт салып жүріндеш, біреуің кім бар Өскеменнен үш жерде? Алып, Өскеменнен алып, маған Алматыға салып жүріндеш, пожалуйста. Так, Самал.
не дейді? Шымкентте тауықтың етін фабрикадан алып сатып бастадық. Шымкент қаласы. Запрос: қалай әлел Шымкент құс сияқты ірі фабрика сияқты сұранысқа ие болып көп мөлшерде сатуға болады? Фабрика ашқың келіп жатыр ма? Грант. Алдында бір қызға айттым ғой мен, сен чатқа кірші, телеграмда чатқа. Бір қыз сұрақ қойды. Грант бойынша, бизнес план бойынша. Соғызға жаз, мен құс фабрикасын ашқым келеді деп. Сөйтіп грант сұрады. Көп қазір мемлекеттік гранттар бар, неше түрлі осындай ауыл шаруашылықты өндіруге, осындай құс фабрикалары бірдеңе дегенге соған расчет жасап, ақша алып, сөйтіп жаса сөйтіп. Так. Не деген хат мынау, Құдай-ау? Мынандай ұзақ, мынандай ше, мынандай просто не хаттарды оқымай қойшы, уақыт жоқ. Так, Ардақ байырмын дейді. Так. Өте аз алады. США, Еуропа, Қытай, Корея. Ардақ. Осы уақытқа дейін өте көп байырларға жауап бердім. Байер должен ехать в те страны, откуда заказывает. Это твое вложение в бизнес. Бару керек, саяхаттау керек, әкеп соқта мен жүрмін, міне саған Европадан жіберем деген сияқты. А так, слушай, я тоже сижу в Алмате, вот, сен Алматыдасың да, мысалы үшін. Сен Алматыда тұрасың да, дейсің да, Алматыдағы адамға өзің де Алматыда отырып, сондай тауарлар әкеп бересің. Сосын әкеп бересің да, в чем прикол? Я не понимаю этого. Я хочу видеть байера там за рубежом. Мысалы, сол барып жүргенін. Мен өзім екі байырға қараймын. Это Нұрия, бәрі біледі, онлайн заказ деген. Екіншісі Сурая. Вот я у них смотрю товары, покупаю, на подарок что-то покупаю, да. Неге мен олардан аламын? Өйткені олар шетелге барады, мен көрем көзіммен, олар сол Европаға, Миланға барып жүрген көріп жүрмін, да, мен. Понимаешь? И я у них и беру. Нурия вообще живет в Америке, оттуда отправляет. А сен тура сол Алматыда отырсың да, деп, сол елдің и так істей алатын істей алады. Көбісі қазір сайттан өз заказ бере алады. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, какие бренды ты продаешь? Если ты продаешь бренды middle market, жаңа сол Michael Kors, тағы не, сол жұрттың алыватқан Michael Kors'ы, жұрттың алыватқан DKNY, Карл Лагерфельд болса, до свидания. До свидания. Его у нас в Казахстане валом. Оның иттің итақай әкеп жатыр, оның поделкасы да көп. Как бы, простите, ты предлагаешь товар, который, нафиг не нужен, поэтому у тебя продаж мало. Привози новые бренды, новые классные европейские бренды. Middle маркеттің өзінде жақсы европалық брендтер бар. Өткенде қай бір брендті көріп қалдым, тоже маған қызық болды. Европейский бренд сумок. Тоже Майкл Корстың уровенінде, чуть дороже, может быть, да? Как Жакмюс, наверное. Жакмюс сияқты болатын шығар бағалары. Но при этом очень классные сумки, и их еще в Казахстан никто не возит. Я бы хотела, чтобы кто-то возил. Как этот бренд назывался? На Полен, что ли? Сейчас скажу. Ой, блядь, екесіңдер. Сендерге, блядь, нана әкел деп шайнап беретін болдық қой ауыздарына. Қайда суреті, блядь? Вот. Из Парижа. Бренд Полен. Сумкалары где-то 100 000. Такой хороший бренд. Мне очень нравится. Вот. Такие сумочки классные. Они модные, стильные, смотри. Қазір осы бренд жыртыватыр. Видишь, на них нету логотипа, на Майкл Корс. Астын төңкерсең де Майкл Корс, ішін ашсаң да Майкл Корс. Барлық жері Майкл Корс. Вот смотри, я сейчас постоянно ношу эту сумку Селин. На нем нету никакого логотипа. Сейчас логомания уходит назад уходит. Сендер кімдер, байырлар, пожалуйста, көздеріңді ашып, трендті, стильді қарамасын да, сенен саудаларың жүрмейді. Просто от того, что ты умеешь
заказывать с интернета, сенде ештеңе сатылмайды, дорогая моя. Сейчас очень классные, мысалы, те, которые в тренде, понимают, да? Селена Гоместің косметикасы келіп жатыр. Ойбай, жартылып байырлыдан соны алып жатыр. Қазақстанда жоқ, мысалы үшін, да? Кімнің, Джастин Бибердің қатыны кім еді? Құдай, ұмытып қалдым. Соның қатыны өзінің брендін шығарды. Жаңағы чехолдың артына помада деген сияқты. Твою мать, если ты как байер не продаешь что-то трендовое, если ты не ездишь за рубеж, то ты так себе байер, понятно? Түсіндіңдер ма? Хорошие сумки. Вот мне капец нравится. Вот. Красота. Сумки на все времена. Бір алсаң, жақсы материалдан осындай модель алсаң, пожалуйста, будешь носить, не знаю, годами будешь носить. Это будет в тренде еще очень долго. Классный бренд. Вообще в Казахстан кто-то возите эти сумки Полен. Вот это. Түсіндіңдер ма? По поводу байеров. Во-первых, определитесь, байер. Сен қандай брендтер алып келесің? Middle market әкелесің ба или люкс алып келесің ба? Вот Нью-Йорктағы сен Нурияны қарайтын болсаң, Нурия Нью-Йоркта отырып, уже люкс, тяжелый люкс это уже. Тяжелейший, прям тяжелейший, супер тяжелый люкс она продает. Она уже не привозит твои вот эти вот, знаешь, она не привозит, она не отправляет ондай майда шүйде уже там жұрттың бәрін әкелетін әкелмейді. Ол уже жұрттың қолы жетпейтін тауарларды алып келеді. Ертең бәрі әкеледі. Әкелсін, өте жақсы сумкалар. Бір сағаттан асты. Вопросы, если есть, давайте здесь пару вопросов. Ал негізі телеграмға тіркеліп алыңыздар. Блин, что-то мне жарко. Мамандығыңыз қандай? Қазіргі основной істеп жүрген жұмысым маркетинг болып тұр ғой менде. Нурияның инстасын берші. Жазыңдаршы Нурияның инстасын. Конкретный сұрақтар. Услуги манипулятора. Ты же имеешь в виду технику, манипулятор техникасын айтып тұрсың ғой сен? Или адам манипулятор ма? Я вас научу быть манипулятором, да? Пользоваться. Я профессиональный манипулятор. Купив мою услугу, вы можете научиться манипулировать людьми деген сияқты. Арайка алдыңғы эфирларымда құймалы духи май туралы айтқам. Сумка из бусин қалай сатуға болады? Ну, такой запрос. Это же больше как украшение, а не сумка. Қалай бастаса болады деген. Бастасам бола ма, өте ма деген сұрақтарға жауап бермеймін. Уже істеп жатқан бизнестен сондар. Бижутерия Қытайдан алып сатам, Каспиде сатсам қалай? Ну, попробуй. Хотя, мне кажется, не знаю. Бижутерия по интернету покупают. Не әңгіме болватыр. Мы про бизнес общаемся. Эфир сатылады. Донерное в Астане на набережной как прокачать? Просто сделайте вкусно. Донерки, мысалы үшін, донер бізде Алматыда, в Астане не знаю как, донер бізде Алматыда ол ұлттық тамақ. Студенттер үшін, жастар үшін, таксистер үшін, курьерлар үшін донер ол ұлттық тамақ. Тез барып алып жеп кетесің. И у нас основная охота идет на то, самый вкусный донер қайықта. Есть специальные чаты, рейтинги, туриста рейтинг бар, сходимда рейтинг бар, постоянные споры, где самый лучший донер. И реально, у кого донер самый вкусный, у него проблем с продажами нету. Дорогие донерщики, сендерге
Самое главное делать вкусно. Все. Андай алап жіберіп, экономить етіп, пихать етіп емес та. Делайте вкусно. Будет продаваться по-любому. В Астане, мен бұрын Астанада тұрған кезде, анау Астанада Чубарыда білесіңдер ма? Қоңырат деген торговый дом бар. Күйеуіме прикол ұстайтын едім, бұл менің торговый домым деп білесің ба деп ше. Қоңырат деген торговый дом бар. Сол жерде, я что забыл, куда взяла? Сол жерде жираф деген донер болатын еді. Господи, как это было вкусно. Боже мой, весь город там стоял. Не бір машинелер тұратын еді ғой. Таксист те келеді, джиптермен де келеді. Масқара сол жираф донерді өліп жейтінбіз. Барып, прям айлық алған кезде бүкіл семьямызбен, потому что это было божественно вкусно. Весь город знал. Весь город знал. Я вам больше скажу, повар, который там запустил именно такой вид донера тогда еще, это же какие годы были? 12, 13, 14 годы были. Біз Астанада 2017-ге дейін тұрдық. Или 15-16 жыл. Ну, короче, вот в это время это был лучший донер в городе. И прикиньте, это было настолько, оның атағы тек Астанаға емес, бүкіл Қазақстанға жайылады да. И сол донерді жасайтын поварды начали в другие города, андай айлық көп берем, үй әперем саған, машина әперем, маған өт деп, то есть переманивать еткісі келгендер болған. Были люди, которые хотели переманить и переманили. Вот. До того сондай, да? Бұл дегеніміз не? Егер сен дәмді донер істесең, сенің атағың не только набережный Астанада, сенің атағың бүкіл Қазақстанға жасалып өтеді. Все в качестве, дорогие мои. Әлде бар дейді, да ты чё? Қазір онша емес. Ну, потому что повар же ушел, его переманили в Алмату. Логотип арқылы табысқа шығуға бола ма? Логотип жасайсың ба сен, Нұрсұлу? Конечно, болады, если ты это делаешь профессионально. Байыр болғым келеді, именно сол жақта жүріп, но не сатарымды білмеймін. Мен де білмеймін, Нұрлы. А Телеграм, все, я то, что успела. Как врачу-мамологу стать такой, как донерщику дейді? Айнура, больше рассказывай про сиськи, не дейсің енді. Рассказывай шок-контент про сиськи. Түсінікті, әйелдерге түсінікті контент беру керек. Қалай денсаулығыңды сақтау, как ухаживать за грудями, как отслеживать какие-то уплотнения, во время кормления, қалай баланы дұрыс емізу керек, чтобы уплотнения не появились. Тағы сондай. И сөйтесің ғой, короче, рассказывай. Все, вообще, вокруг сисек темы много. Өздерің білесіңдер ғой. Телеграм Роза Шырбаева. Как еще по-другому может называться мой телеграм? Қымызхана ашында дейді. Міне уже жазып жатыр. Менің бір мәмемді қызым ембей қойды дейді. Жазына врачқа. Қолдан лагман созып сатам. 4 жыл уже супермаркетке кіріп жатырмын. Но инста жүргізбеймін, реклама жасамаймын дейді. Енді оқымайды екен ғой дейді. Телеграмды ма? Ну, как успею? Первую десятку старайтесь попадать в первую десятку. Сосын телеграмға жазылып, сол чаттарда отырып, сол жерге запрос бергендер бір-бірлеріне көмектесіңдер. Идеяларыңды айтыңдар. Это же для вас бесплатное сообщество, бизнес-клуб қой сендерге. Тегін бизнес-клуб менің телеграм-каналым. Заходишь. Вот, заходишь. Канал очень простой. Вот он называется. Вот. Роза Ашырбаева. Находишь просто Роза Ашырбаева. Подписываешься. И жаңағы сообщением, уже 136 сообщение келген мені. Келіп,
ішіне кіріп чатта бір-бірлеріңе жауап беріп совет айтып тегін бизнес қылып қой сендерге, бесплатно прокачиваться. Вы что не пользуетесь, блин, тегін ғой. Осы бір ақша құртып сендер, ну я это не обесцениваю, но маған орта керек, мен енді бизнесмендердің ортасына кіруім керек, ақша құртып мен полный киімімді ауыстырып жаңа деңгейге өтуім керек дейін. Оған дейін это неплохо, өйтіп істеуге болады. Оған дейін тегін бизнес клубта отырыңдаршы, тегін ақ отырып мына жерде бір-бірлеріңе жауап беріп, осындай ма, дейді, матрас дейді, ортопедический матрас, Қарағандыда орналасқан Қазыбек би. Пользователь не существует, дейді. Матрас сату оңай ғой. Таплинкте тұр видеода, точно. Ростовой кукла аренда айтып қойдым ме? Так, арома продукция ручной работы. Қандай реклама жасау керек, увеличить продажи? Как ты это делаешь? Ручная работа көрсетесің. Процесс работы показываешь. Бесік жасауына қандай идея бересіз? Бесік жасау, Жұлдыз, уже врачтардың барлығы бесікті не рекомендует же. Уже қойып кетті ғой, уже само по себе бесік қазір тек музейный экспонат болайын деп тұр ғой. Біз уже көшпенді халық емеспіз. Яғни бесікке бұрын баланы не үшін салды? Жаңағыдай әрбір көшіп жүрген кезде, немесе анасы сырттың тірлігімен айналысып жатқан кезде, ананың бесікті жасау бар, сыртында мынандай несі пердесі бар, бала қасында не істеген кезде тербете салады, емізе салады, ана бетіне шыбын бірдеңе қонбайды деген сияқты. Бесік ол көшпенділердің дүниесі керек, көшпенділерге керек дүние болды бесік кезінде ше. Қазір сендер жып-жылы квартирада тұрасыңдар, жып-жылы үйде, отоплениясы бар, қастарында білмеймін әйтеуір балаға қарайтын адам жетеді. Бесіктің зиянын уже бүкіл педиатрлар айтып ауыздары шаршады. Как бы продвигать бизнес, который уже скоро сдохнет, как бы, может, ты чем-то другим займешься? Или менікі дұрыс емес па, қалай ойлайсыңдар? Қалай ойлайсыңдар? 3 балам бесікке жетпеді. Контент. Мына жерде сұрап атқандардың бәрі қалай продвигать етем, барлықтарының бойларының біреу. Контент. Контент істемей атсыңдар сендер, ей! Түсінсеңдерші, барлығыңа, всем, кому я не успела ответить, ваша проблема в контенте. Его просто нету. Самайсыңдар сендер контент. Просто самайсыңдар. И клиент күтіп отырсың, ауаға қарап, қашан келеді, қашан, уродский бәле шығарып қоясыңдар. Түсініксіз. Не оқуға, не көруге түсініксіз бірдеңе. Қашан? Что-то сауда аз, что-то не то деген сияқты. Почему я делаю онлайн-бизнес разбор? Я все время вам говорю одно и то же. Неге онлайнда айтам? Жалпылама айтқым келеді. Осылайша міне отырған мына жердегі 500 адамға. Вот сидят 500 человек. Мен сендерге онлайн түсіндіріп айтам. Бәріңе жалпылама. Контент жоқ па? Сауда жоқ. Неге онлайн айтам? Өйткені офлайнға келеді, бәрінің айтатын тура осы проблемамен кетсін. Маған ақша төлеп офлайнға келсең де осы проблема. Онлайнда отырып тегін айтсаң да осы проблема. Ваша проблема одна единственная. Вы не умеете делать контент. И не делаете делать контент. Вообще жасағыларың келмейді. Сауда жоқ, сауда болмай жатыр, клиенттер келмейді, дейді. Блядь, инстаграмын қарасаң баяғы, білмеймін енді. 90-шы жылдар қалып кеткен бір ескі, Лиза, Отдохни деген журналдар болды баяғыда. Сондай сияқты инстаграм жүргізесіңдер, қараңғыда сурет түсіріп, қараңғы, не свет жоқ, бұлдырап, пиксельдер көрініп кететін суреттер сақ қоясыңдар қараңғы жерде.
фоны қисық вообще эстетика жоқ суреттерді шығарып қоясыңдар да, просмотр, охваттар, ешкім қарамайды, лайк қоймайды, потому что, блядь, некрасиво, уродский контент. Контентті жасауға непринятие себя төмен тартады. Ой, қойшы осындай, андай, сондай парапсихологиялық теорияларыңды айтпаңдаршы, контент жасауды просто үйрену керек. Зейін салып, конкретно үйрену керек. Все. Дизайндарың бәрі сондай ғой. Лиза, отдохни деген журналы болды. Аяда ше, қазде бар ма, ана вокзалдарда сататын ше, который продают поезд жолда, вокзалда сататын сондай журналдар бар ғой. Уродский. Вот сондай контент істейсіңдер ғой сендер. Конечно, сауда жоқ сенде. Тігін тігемше, бірақ клиент жоқ. Конечно, жоқ, потому что сен контент жасамайсың. Контент істесең, вообще, негізі, я вам скажу такую правду. Сату вообще проблема емес. Сату вообще не проблема. Вообще не проблема. Конкретно вообще мен ешқандай қиындық, сатуда ешқандай қиындық көрмеймін. Онлайнда сату, офлайнда, магазинде сату, одан вообще проблема жоқ. Вообще. Это вы думаете, что это проблема. Сендер сөйтіп ойлайсыңдар. Сату керек, контент істеу керек деген сияқты да. Это вообще не проблема. Үйрену тоже не проблема. Мысалы, я это умела делать в 2015 году. Инстаграмда тауар сату арқылы сауданы көбейтуді мен 2015-те жасайтынмын. Маған ол не проблема. Мен Инстаграм құлағында ойнаймын, ТикТоктың құлағында ойнаймын. Маған ол не проблема. Неге маған ол не проблема? Потому что я этому обучилась. Обучаться етуге не керек? Постоянно жасау керек. Бір пост шығарып қойып, бір рилс шығарып қойып, клиент күтіп отыру, это тупость. 2015-те қай замандарда мен күніне 2 пост шығаратын ем тауарыммен. Стабильно. 2 пост, біреу фотопост, біреу видеопост болатын. Стабильно ғой тағы да. Понимаете? В 2015 году. Қазір 2024 жыл. 9 жыл өтті. Үйренетін замандарың болды ғой. Осы 10 жылда неше түрлі SMM курстар бар, басқа бар. Сосын насмотренность. Смотрите страницы с красивым контентом. С крутым контентом. Не надо подписываться на миллион своих одноклассников, друзей, туысқан, ондай, білмеймін, құдалық, бір бәле, өзің лентаңды ашып көрші. Инстаграмдағы лентаңды ашып көр. Не көресің? Бесконечный тойлар, ана тойдан түсетін суреттер, басы жоқ, немесе суреттер, қарны көрініп тұратын, мына жерде стакандар жататын, ондай салфеткілер, тоқаштар жататын, сондай суреттер ғой, ленталарың тола. Вот вы забиваете, насмотренность деген сол да, сен көзіңді, өзіңнің күнделікті қабылдайтын ақпаратында ты потребляешь мусор. Мусор потребляешь. Вообще керек емес ақпарат потребляешь. Конечно, ты не видишь красоту. Надо подписываться на красивые страницы. Мен алтын компаниясында істеген кезде, мен сол кезде Bulgari, Cartier, Tiffany барлығын парақшаларына жазатын едім. Соларға жазылып қойып, солардың контентін қарап отыратын. Насмотренность, көз үйрену керек әдемілікке. Күнде сен әдемілікке сен көзің үйрену керек. Конечно, всякую херню смотрите. И сен түсінбейсің, что у тебя просто мынандай оценка жоқ та, сен просто контентіңнің нашар өтпейтінін сен түсінбейсің, потому что сен күнделікті нормаң это некрасивый контент. Понимаешь? Некрасивый. Ты смотришь некрасивый контент. Менің инстам той құдалық. Еще хотите бизнесом заниматься. Мы потребляем, мысалы, кеше я же выкладывала свое старое фото.
2016-2015 суреттерімді, да. И, естественно, я все фотографии сохраняю, то, что в галерее было. И мен қараймын да, сол кезде, мысалы, скриншот жасағандарым, өзіме ұнаған бір суреттерді алып қалғам ғой, и қарасам, у меня лента была всегда направлена на красивый маркетинг. Бәрі түгел Pinterest қой. Соответственно, все, сен какой контент потребляешь, ты такой контент и делаешь. Сен қандай, мысалы, сен қандай тамақ жесең, сен денең сондай ғой, мысалы, сен күнде фастфуд жей берші, артынан кола ішіп, күнде жасай бер, күнде жей берші, сен денең не болады? Ты просто станешь как огромное дрожжевое тесто. Сахарное дрожжевое тесто боласың, если күнде солай жей беретін болсаң тамақ. Да? Тура сол сияқты контент, который ты потребляешь, становится твоей нормой. Нормам болып кетеді сенің. И сен оны даже байқамайсың. На кого ты подписана? Кімді көресің? Уылған, жуылған, бала-шаға, құдалық, тойма болды. Сенің дәрежең, сен деңгейің сол ғана болды. И сен, естественно, жақсы нәрсені көрмейсің, топовый контентті көрмейсің, трендтарды сен білмейсің. Сен сол құдалық бір бәленің ішінде жүресің, болды. Қалай сен кәсіп істейсің? Если халыққа не керек екенін түсінбесең, болды түсінбесең, маркетинг не екенін түсінбесең, кәсіпкер адам кәсіпкерлерге жазылу керек. Кәсіпкерлердің бәріне жазылып алу керек кәсіпкер адам. Өзіне ұнайтын кәсіпкерлерге, реально жұмыс істейтін кәсіпкерлерге, кәсіп туралы, маркетинг туралы, реклама туралы контентті постоянно потреблять ету керексің. Бәрің отырасыңдар ТикТокта. Какие страницы, что вы смотрите в ТикТоке? Я смотрю только образовательные проекты. Я подписана только на образовательные проекты. Лекции про феминизм, лекции про здоровье, лекции про маркетинг, лекции про продажи, воронка продаж, мотивации, психология. Сондай лекцияларға жазылып алғам. Қазір TikTok жақсы 3 минут, 5 минут, 10 минутқа дейін береді. Все, у меня в подписках только вот такой контент. А рекомендацияға, конечно, топтағы шыға береді. Я и там сижу. Рекомендацияға отырған кезде комментарий жазып, прикол ұстап отырам, арасында да развлекаюсь, да. Но в моих подписках только полезный контент. История музыки, история картин. Маған мені өсіретін контентті мен оқимын. Понимаете? Мені өсіретін контентті я потребляю. И мен өсем соның арқасында. А вы сидите, құдалық пен тойдың арасынан шыға алмайсыңдар да, еще өскілерің келеді. Өспейсің сен. Өспейсің сен, болды. Сол құдалық, сен бүкіл шешетін проблемаң құдалық пен жаңағы тойдың ортасы болды. Все. Ни про какие тренды ты не знаешь. Что происходит, ты не знаешь. Жаңалық ол тек қана жаңағы Тенгринюстан, Нұркезеттен оқитын жаңалық емес қой. У тебя мозг должен работать, анализировать, әртүрлі контентті көру арқылы жаңалықты өзің іздеу керексің. Мысалы, Тенгринюс пен Нұркезет саған дайын жаңалықты мәдеп әкеп береді. Ал ойланатын адам, думающий человек, должен искать новость, өзі іздеу керек. Өзі іздейсің, трендтерді өзің зерттейсің. Блин, вы хотите много денег, быть крутыми, но ваш контент, ваша информация, которую вы потребляете, этому не соответствует вообще. Вообще не соответствует. Мысалы, қазақ тілді блогерлердің кімді көресіңдер? Кәсіп бойынша. Практически ешкім жоқ. Орыс тілділерге жазылыңдар. Бизнес және кәсіп бойынша қазақ тілді блогерлардың бір жақсысын көрген жоқпын. Конкретно бизнестің болі туралы айтатын, менеджменттің болі туралы айтатын, сатылым туралы жақсы айтатын, сондай ақпаратпен просто так тегін бөлісетін көрген жоқпын. В основном жаңағыдай курстарын сатады да, мысалы сатылу бойынша айтып келеді, сосын курстарын сатады деген сияқты. Сосын немесе нормальный маркетинг туралы айтып кетті, ағадай трейдинг бір қойып кетеді, мысалы үшін ше. Читайте классных экспертов, которые делятся своим знанием. Классных, конкретных, которые делают крутые проекты. Крутой брендтермен, крупный бизнеспен жұмыс істейтін кәсіпкерлерді тыңдаңдар.
Еркебұлан ағай бар инвестиция облигациялар айтады дейді. Мен білмеймін Еркебұланды. Понятно? Все. Я думаю, что всем все понятно. Всем спасибо. Всем хорошего дня. Келесі эфирде кездескенше. Пока.